Bizde келесі тақырып кубтың неше жағы боялған. Яғни бұл жерге мен нақты формуланы жазып қойдым. Және де Telegram каналдан алсаңыздар да болады. Мысалы келтіретін болсақ, қыры 4 см мына жерге кубик сызайын. Қыры 4 см, яғни мына барлық 4 см болады, кубтың қыры бар тең болады. Және барлық жағы боялған куб қыры 1 см кубиктерге бөлінген дейді. Олардың ішінен екі жағы боялған неше кубик бар. Яғни мына жер 4 см болса, мынаны 4-ке бөліп тастасақ, барлығын 4-ке бөліп тастаймыз. 4-ке бөліп тастасақ, мынандай бой 4-ке бөлеміз. Яғни барлық жағы 4-ке бөлінген, яғни 1-1 сантиметрден бөлініп тастаған. Мына жерде қазір кубтың барлық қыры боялғанда 8 қыры, барлық беті боялған. Яғни 6 беті болады. Оның барлығы 1-1 сантиметрден бөлінген болады. Яғни бұны бұлай ойланып отырмай, яғни қиналмай, жай ғана формула салсақ болады. Яғни екі жағы боялған табу үшін біз мына формула саламыз. Яғни екі жағы деп жазбайық. Екі жағы боялғаннан қанша бұл? Ол үшін формула қолданамыз. 12 n-2. Яғни мына формулаға салатын болсақ, бұл жерде яғни 4 бөліп берілген, яғни 4-ті 1-ге бөлсек 4 шығады ғой, яғни. Мына жерде n-нің орнына сол бөлікті жазамыз. Қаншаға бөлінгенін жазамыз. 12 көбейту 4 минус 2. 12 көбейту 2 тең 24. Егер бұл жерде 3 жағы боялған десек, 3 жағы боялған әрқашан 8 болады. Яғни 3 жағы боялған бұл жерде 6 беті бар. Значит, 3 жағы боялған 1, бұл жақта 2, мына жақта болады. Әр бұрышта болады. 3, 4, 5, 6, 7. Сосын мына жақта мына жерде тағы бір болады. Яғни 8 болады. Барлық кубикте 3 жағы боялған 8, яғни кез келген кубикті былай бөлген кезде, текшелерге бөліп тастаған кезде, всегда 3 жағы боялғаннан 8 кубик болады. Егер мына жерде 0 жағы боялған деген табатын болсақ, мынау 2 жағы боялған, 0 жағы боялған формуласын жазсақ, n-2-ның кубы. Яғни 4 минус 2, 2 болады, 2-ның кубы тең болады 8-ге. Бұл жерде 8. Сосын бір жағы боялғанның формуласын жазып, бір жағы боялған кубиктерді тапсақ болады. 6 n-2-ның квадраты. 6 көбейтілген 4 минус 2-ның квадраты. Тең 6 көбейту 2-ның квадраты. Яғни 6-ның көбейту 4-ке. 24. Бұл жерде 24 шықты. Егер бұны нақты былай кәдімгідей сызбамен дәлелдеп істейтін болсаңыздар да тура осы жауап шығады.